Арыстан қажы Шәдетұлы 80 жаста. Қазақтың қара жорға биін Қазақстанға қайта жаңғыртып әкелген адам Арыстан қажы Шәдетұлы екенін бүгінде екінің бірі біледі. 1999 жылы осынау ұлттық биді ел алдына сахнаға алып шыққанда алашұрты ақсақалдың қайсарлығы мен өнеріне сүйсінді. Руханиятқа қосқан өлшеусіз еңбегі ел ішіне тарап, атағы тек қазақ даласына ғана емес, қазақ баласы мекен еткен әрбір өлкеге, өзге мемлекеттерге де естіліп жатты. Бүгінде бұл биді баладан бастап егде тартқан қарт та, жасы да, жасамысы да билейді. Қара жорғаның әуенін естіген ел ғана емес, билеген бұқараның көңіліне қуаныш ұялайды, рухына күш береді. 6 айдан бастап Анадолы еліне дейін барған бала Арыстанға бұл биді әкесі 7 жасында Шәдет Соқаға жолы үйретіпті. Ел басына күн туып, ерлер етігімен су кешкен Алтайдағы ағайындардың қиын заманы қазақ тарихындағы өшпесте өкінішті сәттердің бір бөлігі тармағы. Күші көп жаумен жан кеткен шайқасып, ақыры қасқырдан қашқан қойдай үдере көшкен елдің басындағы ауыр тағдырды Арыстан қажы бала кезінен көріп өсті. Көзге елестетудің өзі ауыр соғатын сонау өткен заманның бүгінгі тірі куәгері де осы Арыстан қажы Шәдетұлы. 7 жасында Қытайдың Гансу өлкесінен бастап Гималайдың құзы тауларын асудағы азапты күндерді де басынан өткізді. Үндістан, Пакистанға жаяу барғанда жат жерде жұртына азық тауып, тағдырдың тәлкегіне түскен халқының көңіліне медеу болғанда, тірлігіне қажетті дүниені тауып берген адамдардың бірі де осы сол кездегі жас әрі бас бола білген Арыстан қажет. Өжет қайске болса да белсенді жас Арыстан жат жердің белгілі ел бастаған адамдармен де тіл табысып, қалайда еңіреген елін қиын сәттерден аман есен алып шығып отырды. Ол жат жұртта жұртының намысын жаныды, бөтен елде бөлінбей бірге жүруге барын салды. Түркияға тұрақтаған қазақтарға ғана емес, тұрғылықты тұрғындарға да табанды еңбек етумен табысқа жетуге болатын дәлелдеді. Түркия кейін Германияда 40 жыл ғұмырын өткізгенде де қазақтың қайсар халық екенін дәлелдеп отырды. Халыққа ашып, таратып, тарихымызды көтеруіміз керек деп ойлаймын. Қаны қазақ деп соққан қазақ жастармен бірге Түркиядағы ұлтшыл Қасқыр атты ұйымға қатысады. Ондағы мақсат өзге жат ұйымдардың қатарына қазақ жастарының кіріп кетпеуін қадағалау еді. Сол асқақ арманмен жүрген кезде Германияда алаш көсемдерінің бірі Мұстафа Шоқайдың зиратында Арыстан іздеп табады. Атамекенді аңсаған жас Арыстан қылышынан қан тамған Совет одағына 70 жылдары келіп, туған елдің топырағын искеп қайтады. Әрі сол жолы Зұқа Батыр атамыздың атын Қазақ СССР энциклопедиясына кіргізеді. 80 жылдары алғаш рет Қытайға барып, Зұқа Батырдың басына топырақ салып қайтты. Қазақтың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Еуропаға келген сәттерінде бірнеше рет жолығып, елдік жолындағы жұмыстарды талқылады. Көші-қон жолын жандандыруға жол ашқызды. Өз ғана емес, Еуропа елдеріне тардай шашылып кеткен қазақтарды да елбасымен кездестіріп, еңселерін көтерді. Арыстан қажы үшін 1995 жылы атамекені Қазақстанға қоныс аударған жылы бақытты күндерінің бастау алған сәттері болып саналады. Еңсесін енді тіккен еліне қолғабыс етуден де қарап қалған жоқ. Халқының басын біріктіріп, жұртын жинап, жұмыла жүріп, мешіт салғызды. Ежелгі мекен Алтайға бірнеше рет барып, арманда кеткен ерлердің аруақтардың басына құран бағыштап қайтты. Тәуелсіз елде түтін түтетіп отырған Абыз ақсақал көпке үлгі боларлық істерден қашанда қалыс қалған емес. Елін жаудан арашылауда атой салған батыр бабалар рухына бірнеше рет ас берді, жиындар өткізді, тарихи кітаптардың шығуына жәрдем қылды. Тағдырдың қилы ирелең жолдарынан именбеген Абыз ақсақал туралы айтар аңыз да, аталы сөз де әлі талай томдарға арқау болары сөзсіз. 80-нің сеңгіріне шыққан Арыстан қажы Шәдетұлы бүгінде тек өз ұрпақтарының ғана емес, күллі қазақтың мақтанышы.
тарих таразысында да солай ұлы абыз ақсақал, үлгілі әке, жанашыр ата болып қала бермек.